Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге қай кезде бередуалды, қай кезде пульмикортты дұрыс тағайындау керек жайлы айтып өтетін боламын. Сол себепті видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Жалпы көп ата-аналар осы ингаляциялық препарат тағайындағанда көптеген қателіктер жіберіп жатады. Мысалы үшін баласында немесе өзінде жөтел пайда болса, одышка пайда болса, дем арасынша бередуал, пульмикорт немесе физраствормен ингаляция жасауға асығады. Бұл мүлдем дұрыс емес. Әр препараттың өзінің показаниясы бар. Мысалы үшін бередуал препараты. Бұл препарат бронхолитикалық препарат, яғни тарылған бронхтарды кеңейтіп, өкпедегі ауа ағымын жақсартады. Бұл хобл, бронхиальды астма және де одышкалар кезінде өте жақсы көмектеседі. Екінші пульмикорт препараты. Бұл глюкокортикостероид препарат, яғни қабынуға қарсы және де ісінуге қарсы эффект көрсетеді. Бұл препаратты балаңызда лающий кашель, яғни ларингит кезінде және де фарингит кезінде, обструктивті бронхит және де одышка кезінде қолдансаңыз өте керемет нәтиже көрсетеді. Сол себепті құрметті тыңдармандар, бұл препараттар тағайындамасы алдын әрқашан дәрігерлермен кеңескеніңіз абзал.